Сәлем оқырмандарым, бүгін шайға әдемі вафли пісіретін боламыз. Қытырлақ, свежий, үй жағдайында дайындалатын вафли. 6 жұмыртқа бізге керек, және де 200 грамм қант. Жақсылап тұрып миксерлейміз. Әдемі болып, үлпілдек болып көтерілгенше. Сонда біздің миксерлеген жұмыртқамыз үлпілдек болады, және де піскенде вафлиміз қытырлақ болады. Қытырлақ болма үшін, жұмсақ болу үшін вафлиге шамалы сүт қоссаңыз болады. Мен қытырлақ болғанын жақсы көремін, және де балалар да жақсы көреді. Сондықтан мен бүгін қытырлақ вафли пісіремін. Маргарин қоспаймын. Маргариндердің барлығында суда ерімейтін май болғандықтан мен маргарин қолданбаймын. 6 жұмыртқа, бұл жерде тек қана керегі, және де қант және ұн. Ас содасын қоссаңыз да болады, қоспасаңыз да болады. Осындай әдемі қаймақ сияқты масса шығады. Бұған жарты кесе сұйық май қосамыз, және де қалауынша керегенше ұн қосамыз. Қою болып кетпеу керек, сондықтан мен примерно көзбен өлшеп салдым. 120 граммдай ұн аз-аздан салып миксерлеп отырамыз. Массасы шамалы қоюланғанша, қаймақ тәрізді болғанша миксерлейміз. Ас содасын қоссаңыз болады, қоспасаңыз да болады. Осындай әдемі, қытырлақ, тез, ыстық кезінде домалақ қып, әртүрлі формада гүл тәрізді қып орауға болады. Әдемі, қытырлақ бейістің шайына керемет вафлиді үйде дайындап жесеңіздер болады. Осындай әдемі, қытырлақ вафлиді үй жағдайында жасап, осындай прям үгітіліп жатады. Кәдімгі ауызда ериді ғой. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, мені қолдап кетсеңіздер көп рахмет. Сау болыңыздар. Ас болсын.